Енді елімізде алақанмен төлем жасауға болады. Каспий KZ инновациялық компаниясы клиенттердің өмірін тағы да жеңілдетпек. Компания басшысы және негізін қалаушылардың бірі Михаил Ламтадзе Каспий алақан жаңа технологиясын таныстырды. Баламасы жоқ төлем түрін алғашқылардың бірі болып, белгілі спортшы Шавкат Рахмонов сынап көрді. Алматы театры әдеттегіден ерекше ақ қызыл түстерге бөленді. Кіреберісте қонақтарды жарқырап киінген жастар қарсы алды. Мұнда болашақтың технологиялары таныстырылуда. Шараға арнайы келген меймандар жасанды интеллект көмегімен жасалған фото аумақта суретке түсіп жанды дауыста ән тыңдады. Жақсы әуен жарқын түстерге қарамастан келген қонақтардың Каспий KZ басшысының жаңа қызметтерді таныстыруын тағатсыздана күткені байқалады. Каспий KZ жетістіктеріне тоқталып өткен Михаил Ламтадзе ең алдымен кәсіпкерлерді қуантты. Каспий AI кәсіпкерлерге тауар сатуда таптырмас құрал, оның көмегімен сауда көлемін арттыруға болады. Жасанды интеллект өнімнің тартымды суретін жасап, сипаттамасында жазып береді. Было вот так, стало вот так. Все это сделал Каспий AI. На 35% вырос интересы клиента, это клики, и на 83% выросли продажи. После того, как Каспий AI обогатил контент. Компания басшысы тағы бір жағымды жаңалықпен бөлісті. Тікелей Каспий KZ қосымшасынан Instagram, TikTok, Facebook және Google сияқты түрлі платформаларда тауар жарнамасын іске қосуға болады. Қонақтар үшін ерекше жаңалық алақанмен төлеу қызметі болды. Төлеу үшін телефон интернетте керек емес, қызметті алғашқы болып, қазақстандық жекпе-жек шебері Шавкат Рахмонов дәл сахна төрінде сынап көрді. Все, быстрее, чем достать смартфон. Михаил Ламтадзенің айтуынша, алақанмен төлеу ең жылдам әрі қауіпсіз әдіс. Оның негізінде әлемдік деңгейде танылған қауіпсіздік технологиясы тұр. Қызметті Қазақстанда отандық мамандар жасаған, оны іске қосу үшін Каспий KZ мамандары жарты жылдан астам уақыт жұмыс істеген. Менің ойымша, бізде Қазақстанды әлемдік инновациялар картасында нық орнату үшін барлық мүмкіндік бар. Мен қазірдің өзінде еліміз сол картада деп есептеймін. Тек өз инновацияларымыз туралы көбірек айтуымыз керек. Алдағы 3-5 жылда жасанды интеллектпен Каспий алақан сияқты технологиялардың арқасында біз әлемді таңғалдыра береміз. Бұл біздің мақсатымыз. Тұсаукесерден кейін меймандар жаңа қызметті сынап көруге асықты. Шавкат Рахмоновпен қатар алғашқы болып алақанмен төлем жасағандар қатарында кәсіпкерлер, журналистер, блогерлер, жұлдыздар бар. Төлеу үшін Каспий қосымшасын ашып, бір рет Face ID мен жеке басыңызды растайсыз. Сатып алу үшін қолыңызды терминалға тигізу жеткілікті. Жаңа қызмет жиналғандарды таңғалдырды. Шындығын айту керек, бүгін жалпы Қазақстан тарихында ғана емес, бұл жалпы әлем тарихындағы бір ерекше сәт. Бізде де осы жаңа технологиялар бағытында осындай технологиялық компаниямыз бар екендігі қуантады. Мен енді құттықтағым келеді, осындай бір компаниямыздың бар екеніне. Бірінші күніне алақанмен төлем жасау ерекше сезім екен. Жаңа деңгейдегі зат деп ойлаймын, потому что Қазақстанда ондай, бүкіл әлемде ондай жоқ, достар. Бүкіл әлемде жоқ ондай. Просто бұлай алақанмен оплата жасадым. Соған өте қатты таңғалып тұрмын бүгін. Алақанмен төлеуді, Каспий алақанды бірінші рет көріп жатып, шыны керек эмоциям сан алуан болып тұр. Себебі қазіргі технологиялар дамыған заманда біздің елге де осындай жаңа төлемнің түрі кіріп жатқаны кәдімгідей таңғалдырады. Қазақстанды әлемдік инновациялар картасына қосатын жаңа төлем әдісі Каспий алақан желтоқсан айында алдымен Алматыда, одан кейін басқа қалаларда іске қосылады. Ал бизнеске арналған интеллектуалды көмекші Каспий AI жаңа жылдан кейін жұмыс істей бастайды. Ақтоты Жұмабек, Дидар Елеу, КТК, Алматы.